Барлыктарыңа сәлем. Сендер менен бирге Эвелик және менде бүгін қазақша Royal Pass'қа, яғни 12-ші Royal Pass'қа обзор өздеріңіз көріп отырғандай мен өз жолда 4-ке түсіріп тастаған. Иә. Және міне қарап отырсаңыздар, ой кешіріңіздер қазір. Онша дұрыс сөйтіп болмай тұр. Загрузка болсын кішкене. Ой қазір. Вот егер сіз қараңыздар. Егер сіз бронзада сезонды аяқтасаңыз, сізге 2-3 серебро береді. Сезонды аяқтағаннан кейін, яғни. Ал сереброда сізге 4 серебро, золотода 6 серебро және мынадай өте күшті костюмда. Бұл костюм енді өте күшті, набор десек те болады. 12-ші сезонға арналған. Міне, көріп отқандарыңыздай, как будто бұл космический сияқты. Және платинада, ой, загрузка болмайды, күтіріңіздер. Ой, блядь. Міне. Қазір. Міне, маска. Дәл жаңағының маскасы, көрдіңіздер ма? Және платинада сізге 800 серебро береді сезонның соңында. Ал енді міне алмазға көшетін болсақ, мына қараңыздар. Өте күшті гроза. Ал екінші, осының алдында 11-ші сезонда бізге МК-10 берген тоғын білесіздер. Ол бірақ мынау одан күштірек сияқты деп ойлаймын. Иә. Және 1000 серебро береді сезонның соңында. Алмазда. Ал вот коронада именно жетон береді 12-ші сезонның. Және де эпический эффект команды береді. Және мынаны ұмытып қалдым. Защита ранговый походу. Осы береді, бірақ ол не мало важный, сондықтан кеттік. Ал вот егер сіз сезонның соңында аспен аяқтасаңыз, сізге титул береді ас дейтін. Және легендарный эффект команды, сосын именно жетон. Және парашют. Ал міне завоевательде көріп тұрсыздар. Легендарный, мифический и титул завоеватель. Ал міне қазір біз оның видеосын көрсетеміз. Royal Pass'ың 12-ші өте күшті шыққан. Қараңыздар. Өте күшті. Не деген фигура мұның, Қыз ойдың да? Қыз я походу. Вечеринка дейсің ғой. Бизон қолындағысы, я. Бизон. Өте күшті. Менің ойымша мына жер бәрінен қыздың скені күшті сияқты. Де, қыздың скені өте күшті секілді. Мен солай ойлаймын. Мынау, кстати, 6-шы сезондық емес па, жаңағы. Қараңыздар. Бізде қараңыздар, коряққа скен және мұны солдат пустоши дейтін костюм. Өте күшті. Және 500 РП. Міне көріп отқандарыңыздай анау тұр. Тағы не айтар болсам, бұл айтарлыше өте көп, мен сіздердің өте көп уақыттарыңызды алуында кеп тұрған жоқ. Не айтарымды ойланар болсам, міне кейіңізде коряқ. Және міне, сіз егер элитный апгрейд алсаңыз 600 ютсыға, ал егер сіз элитный апгрейд плюс, яғни плюс, бұл енді 1800 болады. Походу 600 ютсыға бұл енді қанша теңге? 3000 теңге тұрады. Иә, 3000 теңгеге сіз 600 ютсы аласыз. Ал егер сіз 1800, ол уже 9000 теңге болып кете ма, сондай бір теңге болады. Бірақ және қараңыздар, өте жақсы нәрсе. Через повышенного ранга открывается доступ наград, яғни кәдімгі наградалар ашылады, және де открывается элитный миссия ашылады, яғни. Сосын олар бірден 25-ші рангқа көтеріліп кетеді. Және украшение монстр, повязка. Сосын купидон дейтін, емна купидон дейтін, скаргупидон секілді екен. Және рамка. Иә. Тез көрсетім кетті, сондықтан асығып тұрмын, режимеңіздер. Міне жаңағы жетон. Жетон деппін ғой, Royal Pass. Және мұна химзащита өте күшті екен, головной убор. Және міне MVP представление. Өте күшті екен. Дачаға скин және мынандай тегін эмоция. Бұны сіз 20-ші неге РП-ға барған кете аласыз, және тегін яғни. Енді айтар болсам тағыда. Және де пополнениеге бізге кюбізі берген. Ол кюбізі баяғы 14-тің орнына некеңіздер кюбізі және тегін не аталып купон
премиум купон және костюм. Егер сіз жасасаңыз 60 ютсуға сізге премиум купон береді, 120 жасасаңыз костюм береді. Ал сау болыңыздар. Сіздермен бірге болған Эвел X. Каналға жазыла кетіңіздер.